Түлкіден де өткен қу қаз. Бір күні түлкі көгалда оттап жүрген бір қазды ұстап алып, алдыңғы екі аяғымен басып тұрып, мазақ қылып, біраз азаптайын деп, мұртынан күліп, қаз, сен менің қолыңа түстің бә? Ал егер мен сенің қолыңа түссем, сен не қылар едің? Деп сұрайды. Сонда қаз сәл ойланып тұрып, не қылар едім? Белгілі емес пе? Сені тісіммен тістеп тұрып, екі аяғымды кеудеме қойып, көзімді жұмып, Құдай, бергеніңе мың шүкір дер едім де, сені жеп қояр едім депті. Сонда түлкі ойланып тұрып, мынауың дұрыс екен. Мен де сені өзің айтқандай қылып жейін депті де, қазды тістеп, өзі шоқиып отырып, алдыңғы екі аяғын кеудесіне қойып, көзін жұмып, Құдай дей бергенде, қаз қанатын қағып жіберіп, қаңқылдап ұшып кете беріпті. Сонда түлкі, Құдай деген күйінде аузын аңқита ашып, шоңқиып қала беріп.